Молотов коктейлі жанармай құйылған шыны бөтелкеге тұтанғыш матаны салу арқылы жасалатын примитивті қару түрі. Молотов коктейлі атауы КСРО мен Финляндия арасындағы 1939-40 жылдардағы қысқы соғыс барысында пайда болған. Бұл атау КСРО сыртқы істер министрі Вячеслав Молотовтың есімімен байланысты пайда болған. Молотов кеңестік мемлекеттік радиода Финляндиядағы аш халыққа гуманитарлық азық-түлікті әуе жолымен жеткізудеміз деп үгіттеген. Шын мәнінде олар Финляндияны бомбалап жатқан болатын. Нәтижесінде финдер кеңестік кассеталық бомбаларды мысқылдап, Молотовтың нан себеттері деп атаған. Финдер кеңестік танктерге қарсы бөтелкеден тұтандырғыш бомба жасап лақтыра бастады. Оны Молотов коктейлі деп атады. Яғни Молотовтың нан себеттеріне қосымша Молотов коктейлі деп мысқылдады. Аты шулы атауға қарамастан, қарудың бұл түріне арналған ресми финдік әскери термин Burn Bottle деп аталады. Кейіннен бұл танкке және бронды техникаға қарсы оңай қару ретінде бүкіл әлемге таралып кетті. Че Гевара өзінің партизан соғысы атты кітабында Молотов коктейлін жасау әдісімен бөліскен. 1942 жылы Кеңес одағының ғалымы Вениамин Цукерман бөтелкемет жасады. Бөтелкеметтің басына жанармай құйылған бөтелкені қойып ататын болған. Молотов коктейлі оңай дайындалатын болғандықтан, көтерілістер мен протесттерде кеңінен қолданылатын болды. Араб көктемі көтерілістерінің кезінде де Молотов коктейлі бронды машиналарға қарсы кеңінен қолданылды. Молотов коктейлін әзірлеу және пайдалану көптеген елдерде қылмыс болып саналады. Көргендеріңізге рахмет, арнаға жазылып лайк басып пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.